міне мынау қала сырты, мына жерде жаңағы 64-ші разъезд бар. Екен деген менің атам Амандықов Естенбай соғыс кезінде осы жерден өткен. 42 жылы күзде 42 айында осы неге келіп түскен Воронеж қаласына. Мен былай көрсетіп тұрған себебім мынау Дон өзенінің бойындағы Воронеж деген Дон деген өзен қазақшасы Тана екен. Кезінде осы жерге деген қазақтар мал баққан. Мынау Байылы дейді, жағада кіші жүз алшынның ішіндегі сол рулар. Мынау әрі қарай Ростов жақта. Енді бүгін оқып едім, енді соны жолай айта салайын деп. Сол 42 жылы 42 айында осы Воронеж қаласына келіп түскен. Ол кезде мына жерде енді Воронеж июль айынан бастап қырғын соғыс шайқас болып жатты. Осы жерде жаңағы миллионға жуық екі жақтан жаңағы адам өліп кеткен де жаңағы жауынгерлер. Мынау немістер ең мықты деген күштері мынау неге жаңағы кесіп тастаймыз. Мынау оңтүстік арада Баку бар, мұнай бар деген сияқты, солардан жаңағы осы совет өкіметі сол мұнай жанармай қолына тимеу үшін жаңағы кесіп тастаймыз деп осы жерден жаңағы Воронежді алмақшы болған. Сол кезде жаңағы сол шайқас, дүлей шайқастың көкесі сол кезде болған. Сталинград деген ол онша емес екен ол. Жай өткен мынау саяси нәрселер көп осы. Сондықтан саяси нәрселер енді басқа сырт саясаты жаңағы мына осы жерде венгрлер 250 мың венгр өз Воронеж түбінде қалып кеткен, өліп. Сондықтан жаңағы ол кезде жаңағы кеңес өкіметі кезінде жаңағы бір одақ болған, жаңағы экономикалық Венгриямен. Енді біз не қылдейміз, мадиярларды. Сондықтан сол Воронеж шайқасын аса жария етпей, жай осы жерде сондай шайқас болды деп айта салады. Бірақ негізінен бұл Сталинградтан да асып түскен екен, жаңағы өлім, жаңағы шайқас, қан ағу жағын. Сол 42 айында келіп түсті. Содан жаңағы енді ол кезде жаңағы екі жақ әлсіреп тоқтап қалған кезі, бірақ оның өзінде де жаңағы бір-бірімен тіке тіресіп жаңағы осы жерде жаңағы Воронежда. Мына сол кезде жаңағы мен кейін тағы бір Воронежға барған кезде сол жаңағы Воронеж өзенінің сол шекара боқпанда кезінде, шайқас кезінде сол біздің совет кеңес өкіметінің әскері мына оң жақ өтем дейді, мыналар сол жақ өтем деп, сол күйі жаңағы түнімен жаңағы мына немістер байқап қалмас үшін жаңағы түнімен жауынгерлер барып жаңағы судың астында, судың сыртына көрсетпей, сырт астына жаңағы кірпіш төсеп жаңағы сондай бір көпір жасағанда жаңағы түнімен жаңағы ол анау сол енді оңай дүние емес қой, бір жағынан аяқтан атып жатыр. Содан кейін бір жағынан немістердің жаңағы өзінің қару жарақтары ол кезде ең күштісі. Біз совет өкіметі жаңағы осы мықтымыз деп жүруші. Енді сол кезде енді сол кезде жаңағы немістердің жаңағы түнде жаңағы жап-жарық болу үшін жаңағы нелер бар екен де, жаңағы сондай бомбалар. Сол асып қалады, жоғары жаққа парашютпен ашыла қалады да, мына жағынан жарқыратып жаңағы сәулесі жаңағы жап-жарық болып сол
әрине уже қалай тығылып жаңағы судың астында кірпіш төсейсің. Сол жаңағы өтеміз дейді. Сол жаңағы жарқырап тұрған күн сияқты жаңағы. Соның астында жаңағы сен өзеннен өтем дейді. Әрине атып тастайды. Сол жақта жаңағы талай сөйтіп өлген. Енді атыма келген кезде жаңағы сол кезде ол да жаңағы мынау Масловка, Чижовка солар үшін шайқасты. Сол кезде жаңағы мен айтайын деген жаңағы анау тізімдері бар ғой. Батальон дивизия 206 дивизияға түскен. Бұлар 737 атқыштар полкына түскен. Сол жаңағы бірінші батальонда бәрі қазір белгілі. Солар жаңағы Қазақстанда жаңағы Петропавловск қаласында учебкада 2 ай болған. Сонда 2 ай болғаннан кейін бұларды пойызға салып алып 2-3 күннің ішінде жеткізіпті осы жерге жаңағы. Жолай жаңағы бір неге жаңағы Моншаға да түсіріпті. Моншаға жаңағы 15% бит басқан екен солдаттар. Сонымен қоймай. Енді ауылдан келген олар битсіз жүрмейтін шығар. Мейлі. Сол айтайын дегенім солар келіп бірден түскен кезде жаңағы біраз бірде мерт болып кеткенде жаңағы. Сол жаңағы тек осы аман қалған тек қана біреуін ғана білем, мынау Кекіліп дейді. Ол анау Кекіліп дегенде Кереку дей ма, үшін фамилиясы бір түрлі болып жазылып қапты. Менің әкем, әкемде отырмын, жаңағы атамның фамилиясы Амандық болса, олар Амалдыков. Аты Естенбай болса, Естендік деп жазып жүр. Бірақ учебкада әбден тексереді екен, тексеріп. Бірақ ана ағалар жаңағы кезінде қамалып кеткен екен. Германияның шпион деп. Өзі қазақ деген. Вообще кеңес өкіметі кезінде бір-біріне жаза берген ғой жаңағы. Осындай деп жамандап. Соттатып құртып. Кәдімгідей қарапайым адамдар жаңағы жылқышы жүрген қаройсақ қозын. Бірақ өздері негізінен жаңағы мынау Қарсақбай, Жезқазған облысы Қарсақбайда туылып өскен. Сода мына жақтан алып келген ғой Совет өкіметі жаңағы неткен кезде жаңағы орын алып. Алайдылай заманда. Әрі қарай жалғастырамыз әңгімемізді.